Қалайсыңдар? Бүгін 47-ші күн. Бүгінгі айтатын нәрсе осы жақында болған андай бір ой келді да. Біреуден естідім, қатты ұнады. Шынымен сондай. Қазір любой заттың бағасына қараған кезде мен бағаны қымбат, арзан деп емес, былай қабылдаймын да. Қабылдауға тырысамын. Соны әдетке айналдырып жатырмын, что любой бір зат, допустим, бір Apple Watch, допустим, да, 150 мың тұратын шығар, 150 мың тұрады, и біреу айтады, 150 мың қымбат деп айтады. Да, бір адам қымбат айтады. Ал бір семинарды көрсең, каждый новая серия шыққан сайын, олар соны сатып отырады. И оларға нормально. Как будто бы традиция сияқты, что каждый жыл сайын новый нәрсесін, новый жаңа версиясын алып отыру да. И олар оны алады. А біреу оны қымбат деп жинап, оны потом или рассрочки бірдеңе қылып алады, қымбат деп. И қараңдар, баға бірақ 150 мың. Да, баға 150 мың. Бірақ біреуге қымбат, біреуге арзан, біреуге вообще қалтасына ұрмайды, да, разница жоқ. Енді қараңдар, бұл жерде проблема неде? Проблема бағада емес қой. Екі жағдайда да, екі покупательге де баға 150 мың деп ұсынылып тұр. Бірақ адамдар екі түрлі реакция беріп жатыр да. Біреу қымбат дейді, біреуі ала береді жыл сайын. Значит, проблема кімде? Затта емес қой. Значит, арзан деген, қымбат деген нәрсе жоқ. Андай нәрсе бар. Сенің қолың, сенің состояниең соны позволить етеді. Немесе мен оны әлі сатып алмаймын. Я не могу себе позволить, да? Сол нәрсе бар. Менің ақшам жетеді, немесе жетпейді. Мен жағдайым жетеді, немесе жетпейді деген адам өзіне қою керек, өзіне баға қояды. Мен әлі ала алмаймын, әзірше ала алмаймын, бірақ болашақта алам. Қазір менің қаражатым жетпейді деп айту керек. Ал зат қымбат, ой, мынау қымбаттап кетті, мынау қымбаттап кетті емес. И соның үшін сол туралы ойладым, үйдегі балаға да айттым, сол туралы қарашы деп. Сосын келесі күні қуаныш Шонбай салды сол туралы, и подтверждение алдым да, шынымен сондай екен, оказывается, деп. Что айттым ғой сендерге, что поток информации, поток вообще инсайдов, да, ол бір уақытта болады. Допустим, мен осы бір күн алдын ала айттым, ой келді басыма, потом келесі күні қуаныш Шонбай оны айтты. И сондай да бір уақытта келеді да ондай идеялардың барлығы. Оның алдында да келген шығар, но маған сол уақытта келді, оның алдында келуі де мүмкін, но вообще идея, что бір уақытта, көбінесе бір уақытта келеді соның барлығы. И сол тұр кәдімде ойланып қалдым да, оказывается, шынымен, потому что бір баға, бір зат, бірақ екі түрлі реакция. Баға өзгерген жоқ, бірақ адамдар реакциясы өзгерді, біреу қымбат деді, біреу арзан деді. Значит, проблема затта емес қой, дұрыс па? Проблема адамда, алайын деп жатқан адамда, клиентте. Сол үшін алайын жатқан заттарыңды қымбат, арзан деп ондай баға қоймай оған, просто өздерің айтыңдар, мен әзірше пока осыны ала алмаймын, но мен жағдайымды көтеріп ала алатын жағдайға жетемін деген сияқты қылып. Просто егер сендер арзан қымбат десеңдер, сендер проблеманы оларға жауап тастайсыңдар да, сендер қымбат сатасыңдар, просто анау. Ал егер ана бүкіл ответственностьті когда өзіңе аласың ғой, что мен әлі ала алмаймын оған деген сияқты қылып айтсаңдар, ол кезде сендер жауапкершілікті өзіңе аласыңдар өмірлеріңе. И сендер тырысасыңдар да өз жағдайларыңды өзгертуге. Ал оны қымбаттаған, арзандағанды күтпей, сен оған тәуелді болмайсың да, сен чисто өзіңе жұмыс жасайсың, потом сен оны алуға, сенің қаражатың жетіп бастаған кезде, сен соған жұмыс жасайсың да, ал оның, ойлайсың, мен қашан кетіп қалады, сол кезде аламын деп. Сен оған тәуелдісің да, сенің қолыңда емес ол нәрсе. Ал сенің қолыңда не нәрсе? Сенің қолыңда сенің өмірің, сенің жағдайың, сенің состояниең, соның барлығы сенің қолыңда. Любой нәрседе бүкіл өзінің қолыңа алуға тырысу керек та, и лучше өзінің жағдайыңды өзгертіп, соны любой кезде сатып алатындай жағдайға жету керек. Бүгінгі айтатын ой осы, 47-ші күннің айтатын ой осы. Шамалы видеоның сапасы түсіп кетуі мүмкін, айтылатын ойлар сол форматта, как влог ретінде таңертең тұрып, анау-мынау деген сияқты процесс түсіру шамалы қиындау, потому что бір қолмен и монтаждау да қиын, шамалы сондай нәрселер бар. Но мен до конца апарамын, қол жазылғанша осылай түсіріп жүремін. Алда уақытта андай осындай кезде идеялар да келіп жатыр да, қалай видео түсіремін, мына жаңа үйге көштік, қалай түсірсем болады, қысы келе жатыр, анау-мынау деген сияқты ойлар, идеялар келіп жатыр. Так что алда күтіңдер, уақытша осындай бір рывокқа уақыт болады,
но әр қиындықтан, әр сондай сынақтан кейін всегда тәтті дәм и тәтті жеңіс болады. Так что 47-ші күн айтатын ой болса, давай. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up I can never see quite clear. When I look at my surroundings